Барлықтарыңызға сәлем. Бұл YouTube видео дәл қазір оянуы керек. Әрбір адамды оятқанын қалаймын. Себебі өзім қазір өмірімдегі өте үлкен трансформациядан, кризистен өтіп жатырмын. Және мені осы жолда тоқтап қалмауға, сынып қалмауға жетелейтін ойлармен бөлісемін. Ең бірінші ой, дәл қазір сен егер өміріңді өзгерткім келеді деген шешім қабылдап отырсаң, сені алда мынандай екі жол бар. Осы екі жолда ғана адамның өмірі өте үлкен өзгеріске ұшырайды. Бірінші жол, сен өзіңнің четко қайда бара жатқаныңды, қайда барғың келетінін түсінуің керек. Және сол жолда өте көп күш пен энергия салуға дайын болуың керек. Және екінші жол, сенің өміріңде қазір бір пипец болып жатыр, қатты сыналып жатырсың. Егер сен қазір бір нәрсені өзгертпесең, өлетініңді түсінуің керек. Что аж өзгеруден басқа выходтың жоқ екенін түсінуің керек. Тек осы екі жағдайда ғана адам өзінің өмірін түбегейлі өзгерте алады. Қазір жай ғана ойланыңызшы, осы екі ситуацияның қайсысы сіз туралы? Қайсысы дәл қазір сіздің өміріңізді өзгертуге бір түрткі себеп болып жатыр? Біріншіде жай ғана адам өзінің не қалайтынын түсінеді. Өзінің қазіргі сүріп жатқан өмірі қалайтын точка Б-сына апармайтынын түсінеді, және ол бір нәрсені өзгертуге осознанно шешім қабылдайды. Және екінші жағдайда, жаңа айтып отырмын ғой, өзгертпесең болды, өлесің деген. Ол қандай жағдай болуы мүмкін? Ол либо өте үлкен абьюзивный отношениеден шығу, либо өзіңе қазіргі кезде үйреніп қалған комфортный жұмыс орнынан кету, ата-анамен сыналу, енемен сыналу, доспен сыналу. Егер сен бір нәрсені өзгертпесең болды, бәрі сол баяғынша қалады, сен ары қарай уже төзу, просто терпеть деген уровеньде выживать ететініңді түсінесің. Осы екі жағдайдың қайсысы сіз туралы дәл қазір ойланыңыз. Ары қарай терпеть етіп, хорошо, ары қарай бір нәрсесі болар енді, бір амалы болар, Құдайға салдым деп қоя салу, ол осознанный, взрослый адамның позициясы емес. Иә, өмір сүре беруге болады ары қарай, бірақ сен өлімсіктің күнін сүресің да. Неге? Себебі жай ғана сенде батылдық жетпеді. Жоқ деп айтуға, батылдық жетпеді. Өзіңе ұнамайтын нәрселерге стоп қоюға, төзесің, көнесің, бірақ ол жақтан сен ауа жұта алмайсың. Еркін, ауаны кең алып өмір сүре алмайсың да. Сен егер сондай өмірге дайын болсаң, проблем жоқ, сүре бер сол өміріңді. Ал егер ондай өмірге дайын болмасаң, қазір мені жақсылап тыңда. Просто өмірді өзгерту үшін өте үлкен энергия керек, күш керек, және оның құны ауыртпашылық, боль, өзгелердің сені түсінбеуі, бүкіл әлемнің, адамдардың, анаңның, әкеңнің, енеңнің, жігітіңнің, күйеуіңнің алдында өзіңді кінәлі сезінесің, өзіңді ең жаман адам сезінесің. Міне осы өте үлкен өзгерістің құны. Егер сен сол өзгерісті төлеуге дайын болсаң, құттықтаймын, сенің өмірің өте жақын аралықта күрт өзгереді. Бірақ сен қазір осыны шыдап беруің керек. Себебі ешқандай өзгерістің өміріңде болмағанын қаламасаң, саған ештеңені өзгертіп те қажет емес. Бұрынғы нәрселерді істеуге бізге ешқандай энергия керек емес. Себебі автоматом жасалып жатқан дүниелердің барлығы ол автоматом жасала береді. Ол жаққа жаңа энергия бөлінбейді. Сен бұрынғыдағыдай сүре бересің. Но бұл жердегі вопрос, сені қазіргі сүріп жатқан өмірің қанағаттандырады ма? Егер қанағаттандырса, проблем жоқ, сүре бер. Ал егер қанағаттандырмалса, сен қазір жаныңның қиналуына, іштей күйреуіне, қайтадан өзіңді жинап алып, былай шашылып қалған жан дүниеңді біртіндеп собирать етуге, өзіңнің көңілің қалып, өзіңді ең үлкен жек көріп, сосын өзіңді сынауды қою, сосын өзіңді ұрсуды қою, жегуді қою, ол ең үлкен батылдықты талап ететін қадам. Біз ойлаймыз ғой, басқалардың мен үшін ойы маңызды деген секілді. Шын мәнінде басқалардың сіз үшін ойы не үшін маңызды екен айтайын ба? Себебі сол басқалардың ойынан сіздің өзіңіздің
өзіңізге деген көзқарасыңыз, өзіңізге деген ойыңыз қалыптасады ғой негізі. Неге қатты өзгелердің ойы біз үшін маңызды? Айтайын ба? Себебі сен өзіңнің сол бір теневая стороналарыңды, олар айтқан, көрсеткен, саған отражать еткен дүниелерді саған қабылдау қиын да. Бірақ нағыз күш, нағыз үлкен махаббат, кіршіксіз өзіңе деген махаббат дәл сол жерден басталады. Сені өзгенің ожиданиесі құртып жатқан жоқ. Сені өзіңнің өзіңе деген көзқарасын құртуда. Түсінесің ба? Бұл өмірде менің қазір түсінгенім, біртіндеп құрап алған өмірінде кейде өзіңе ұнамай бастауы мүмкін. Ондағы көп дүниелер сенің көңіліңнен шықпауы мүмкін. Сен сучка болып кеттің, саған ештеңе жетпейді, сен ақша құмар бәлесің, сен осындай адамсың деген сөз емес. Уақыт өтті, сен өзгердің деген сөз. Сенің планкаң көтерілді деген сөз. Сен бұрынғы нәрселерге келіспейсің, себебі сен жаңа өзіңді құраудасың деген сөз. Ол жаман сөз емес. Егер сіз біреулердің өмірінде жаман кейіпкердің рөлінде болсаңыз, рұқсат беріңіз болуға. Өзгелердің өмірлік историясында сіз жаман адам болсаңыз, рұқсат беріңіз. Себебі ең бастысы сенің өзіңе деген көзқарасың, өзіңнің ішкі жаныңды, өзіңнің тұлғалығыңды, өзіңді сатпауың. Біз көбінесе өзімізді сатпау, тұлғалық, менің ішкі менім дегенді өзгелердің көңілімен, ойымен шатастырамыз да. Бірақ шын мәнінде егер өзгелердің бізге деген махаббаты кіршіксіз болса, олар біз қалай бармыз, біздің өзгерістерімізбен, біздің өсуімізбен, біздің ментально өсуімізбен, біздің қазір жаман болып кетуімізбен де олар бізді қабылдайтын еді ғой. Бірақ олар қабылдамай жатыр ғой. Сен бұрынғыдағыдай бол, бұрынғыдағыдай төз, бұрынғыдағыдай болсаң сен маған ұнайсың, бұрынғыдағыдай болмасаң мен сені қабылдамаймын деп тұр да, түсіндіңіз ба? Ал енді сіз келісесіз ба? Өзгенің сондай ожиданиесі үшін өзіңізді өзгертпеуге. Егер келіссеңіз, разговор жоқ. Бұл видео мүмкін сізге мүлдем түспейтін де еді. Бірақ мына видео сізге түссе, сіз оны қазір кіріп қарап отырсаңыз, ол бекер емес қой. Сіз өзіңіз ең бірінші, өзіңіздің адвокатыңыз болуды үйренуіңіз керек та. Себебі бұл өмірде қателік жоқ. Сіздің өзгеруіңіз де ол қалыпты дүние. Себебі тек сондай өзгерістер арқылы, внутренний осы кризистер арқылы сіз жаңа өзіңізбен танысасыз. Сіз өзіңіздің өміріңізге жаңа ситуацияларды, адамдарды, мүмкіндікті, ақшаны, еще жақсы отношениені тартасыз. Мен сізге мына дүниені айтқым келеді. Сіздің өзіңіз жайлы ойыңыз жаман болғанша, өзіңізді бір нәрсеге кінәлағаныңызша, өзіңізді қате жасадым деп өзіңізге сіз ой айтып отырғанда, мына сұрақты өзіңізге қойыңызшы. Ал мен өзімді жараттым ба? Өзімнің басымда келіп өзім қойдым ба? Өзімнің ішкі сезімдерімді өзіме келіп салдым ба? Өзімнің аяғымды, қолымды, тәнімді мен жараттым ба? Деп сұрақ қойыңызшы. Егер сіз өзіңізді жаратсаңыз, сізде толығымен құқық бар өзіңізді ұнатпауға. Себебі сіз өзіңіз қолыңызбен істеп алдыңыз ғой. Бірақ сізді жаратқан жаратушы болса, сіздің сол жаратушының ілтипатпен, өте үлкен ізгілікпен жаратқан осы бір тұлғасына сіздің сын айтуға, мін айтуға, оның қателіктері үшін оны жегуге ешқандай да сіздің құқығыңыз жоқ. Себебі шын мәнінде сіз өзіңізге де тиесілі емессіз. Біз барлығымыз жаратушыға тиесіліміз. Түсінесіз бе? Сіздің жаратушыңыз ғана сізді барыңызбен қабылдайды. Себебі сіз оның ең үздік творениесісіз. Мысалға, мен қыста сыртта қала жасайтын болсам, мен ол қаланы мен жасап жатырмын. Оны ұнатуға да, ұнатпауға да менде құқық бар.
Бірақ аққала өзінен өзі ішіне жан бітіп, аққала менің что-то мұрнымды үйтіп істепті, менің бетімді үйтіп істепті, мен неге сезініп жатырмын, мен жаманмын десе, мен сен қуасың ба деймін. Сен істеген мен ғой деймін, аққаласың сен. Және мен ғана саған баға бере аламын. Сен қалай өз-өзіңе баға беріп отырсың деп айтам аққалаға. Себебі сенде ондай құқық жоқ өзіңе баға беретін. Ал енді ойлаңызшы, сол аққаланың орнында біз адамдар, сіздің жаныңыз, тәніңіз, ішкі әлеміңіз, тіпті сезімдеріңіз бен ойыңыз да сізге тиесілі емес. Ол мен деп ойлап отырсыз ғой. Сіз емес оны істеп жатқан. Оны салып жатқан, сезіміңізді ашып жатқан, басқаның да сезімін ашатын да, оған да салатын ол оның жаратушысы да. Және жаратушының ең үлкен осы бір құнды творениесіне осындай ойларды, осындай үкім шығаруға менің құқығым бар ма деп бір момент өзіңізге сұрақ қойыңызшы. Бұл сұрақ сіздің өміріңізді өзгертеді.